Астанада теміржол саласындағы әйелдердің рөліне арналған ауқымды конференция өтті. қтж мен Асмар қауымдастығының бірлескен шарасында цифрландыру мен ESG стандарттары басты тақырыпқа айналды. Бүгінде ұлттық компанияда 26 мыңға жуық нәзік жанды еңбек етеді. Бүгінгі іс-шара негізі мынау 8 наурыздың маңайында болып тұрғаны жай емес. Осы Қазақстан теміржолы компаниясының ішінде осыдан бір жыл бұрын әйелдер теміржолшылар қауымдастығы құрылды. Бұл әрине бізге мынау әйел азаматтың қоғамдағы мәртебесін көтеру үшін, кәсіби деңгейін көтеру үшін және ішкі осы барша Қазақстан теміржолының ішіндегі жұмыс жасап атқан бүгінгі таңда 26 мың қыз-келіншектерге үлкен мотивация деп ойлаймын. Ал бүгінгі іс-шараның ішінде тек қана мынау әңгіме емес, практикалық жүзінде қазіргі келе жатқан жасанды интеллектіні күнделікті өмірден бастап өзіміздің күнделікті жұмыс процестерімізге қалай енгіземіз деген тренингтер өтіп жатыр. Жиында сала мамандарын құттықтаған қтж ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Талғат Алдыбергенов әйелдер қауымын теміржолдың интеллектуалды экожүйесін құрушы басты күш ретінде атап өтті. Мұндай қолдаумен конференцияда айтылған тың идеялар қатысушыларға жаңа серпін бергендей. Осы дүниеге басқаша қарау, кәсіпкер ойымен қарау. Біз бір залда бірге отырғасын бірігіп, өзіміздің ойларымызды басқаша болып, структурамен, системамен кәсіпті қалай алып жүру деген. Оған бізге жаңағы өмірде не уақытымызды әйелдерге босатып, қандай мүмкіндіктер бар бүгін бізге көмек бере алады. Ол искусственный интеллект, ол цифровизация, ол систематизация, автоматизация деген бұл әйелдерге де нақты керекті бүгінгі инструмент. Раньше такое разделение. Қазір әйелдер жасанды интеллект мүмкіндіктерін ерлерге қарағанда жиірек қолданады және өте тез бейімделеді. Біз тек жұмыс істеп қана қоймай, технология арқылы үнемі дамып отыруды мақсат тұтамыз. Осындай қадамдардың арқасында қтж халықаралық S&P Global рейтингінде 75 балға дейін көтеріліп, әлемдік үздік 3% топқа енді. Бұл теміржолшы әйелдердің қажырлы еңбегі мен жаңашыл көзқарасының тікелей нәтижесі.